Келесі сабағымыздың тақырыбы диатоникалық бұрауда және көне бұрауда екі бұраудағы екі қолдың үйлесімділігі, яғни оң қол, сол қолдың үйлесімділігі. Бірінші диатоникалық бұрауда айтатын болсақ, бұл жерде екі қол өте алшақ та емес, өте жақын да емес, пропорционалды түрде, симметриялық түрде, арасы сәл ғана орташа түрде ғана ашық болу керек. Шамамен бір 5-6 сантиметр болса болады, яғни мынандай. Осындай түрде, егер алшақ орындасаңыздар, дыбыстың сапасы өзгеріп кетуі мүмкін. Өте жақын тиекке орындалса, стыр-стыр деген дыбыстар, мына тиекті жұлып алатын дыбыстар көбейеді. Мынандай. Мына жақта мына тиектен өте алыс орындаса, өте тыңқылдап шығып кетеді. Сондықтан да сәл тиектен алшақ, өте де жақындатпай, орташа ғана пропорционалдық түрде орындау керек. Бұл өте маңызды. Көбісі те алшақ ойнайды, кейбірде өте жақын орындайтындар да бар, осындай түр. Жақын орындаса да сырттан көрінгенге де эстетикалық тұрғыдан жалпы алғанда өте көрінісі де жағынан да, сауаттылық жағынан да минус болып тұрады да. Сондықтан да орташа түрде осылай ара қашықтығы 5-6 сантиметр ғана болу керек. Бұл жаңағы симметриялық тұрғыда. Екінші жағынан алып қарасақ, мына оң қол, сол қолдың ауысуы. Яғни біз жай темпті ойнағанда сәл жоғары алуымызға болады, яғни лирикалық шығармалар ойнаған кезде алуға болады. Тез ойнаған кезде уақыт жоқ қой, секунд, яғни қысқарған сайын, уақыттың темпі қысқарған сайын біз мына саусағымызды шектен алыстатпаймыз. Алыстатпаймыз. Егер бұлай ойнасақ, өте алыстатсақ, осындай болып қалады да. Өте бір темпқа ілесе алмай қалған кейіпте болып қалады. Сондықтан да бұл міндетті түрде қолданылатын ереже, темп қысқарған сайын, яғни темп жылдамдығы жоғарылаған сайын, мына ара қашықтығымыз, яғни саусақ пен шектің арасындағы ара қашықтық қысқарады. Физикалық түрде ол заңды нәрсе. Соған көңіл бөлу керек. Бірінші қателік техникалық неге үлгере алмай жатқан кезде, именно сол бірінші қателік болып табылады. Екінші, лирикалық шығармаларды орындаған кезде жаңағы үйлесімділік таныту керек. Яғни пропорционалдық тұрғыда дыбысты және нені дыбыс күшін нету керек, басқару керек. Яғни сол күшті игеру керек. Яғни оны қалай айтсақ екен, дыбыс күшімен саусақтың бірге игеру керек, контрольдау керек. Бұл өте қиын бір жағынан, себебі көпшілігінің орындаған әдісін көрсетіп берейін, олардың орындаған әдісі. Біркелкі. Біркелкі, яғни таң. Яғни төрт бұрышты орындайды да, анау пропорция қолын жүрген. Бұл жерде плавно орындау керек, яғни. Яғни лирикалық шығармада көп қолданылатын әдіс тәсілдердің бірі
Буган өтө жиңишкеликпен карау керек, яғни өтө щепетильный жиңишкеликпен әрбір дыбысқа өте сауатты, сапалы қараған кезде ғана музыкаларыңыз өте әсерлі болады, әрбір адамның жүрегіне жетеді деп ойлаймын. Егер тек жетігенді аспап ретінде ғана жаңағы инструмент ретінде қарап тарсыл дұрсыл етіп ойнаса, онда аспаптың көркемдігі де жетіспей қалады. Енді екінші мәселе көне бұрауда қол қойылымын түсіндіре кетейін тағы да. Бұл жерде 4-5 саусақ міндетті түрде тіреп ойнау керек, себебі ол күшті ұстап қалады. Сол үшін егер оны алып ойнасаңыздар, онда күш жеңіл болып тұрады. Мынау тіреп ойнасаңыздар, яғни күш мына жақтан барып, мына жақта тіреліп ұстап тұрады дыбыстың. Яғни күштің бәрі осы саусақпен бас бармаққа ғана тіреліп тұрады. Ал мына рені тек 3-ші саусақпен ғана орындаймыз, болды. Яғни күш болған кезде 2 саусақ қана күшпен ойнайды. Енді мына жердегі ол әшекейлік әдіс тәсілде оны мынау оң қол ойнағаннан кейін барып 4 қаласыздар. Оң қол ойнағаннан кейін барып былай 4 қаласыздар. Бұл жерде 2 қолдың үйлесімділігіне келген кезде көбіне осы жерде ойнап жатып, көне бұрауда. Содан кейін диатоникаға өтіп кетеміз. Кейде мына жақты ойнап жатып, диатоникалық бұраудағы жағына өтіп кетеміз. Мысалы, желдірме деген күйді қарап көрейік, мысалға, иә? Мына жаққа ауысамыз да, си бемольға ауыстырам. Яғни мына жақта ойнаймыз, әшекейлік ретінде орындаймыз. Леп беру. Пропорционалды түрде өте алшақ та емес, тағы да орташа түрде, яғни бір линияда орналасады. Не болмаса кейде мына жақта орындап, мына жақта аққу мысалы күйін орындаған кезде. Мына жерде орындап отырып, мына жерде орындауы мүмкін. Содан кейін ке болмаса, мына жақта не болмаса, техникалық шығармаларда және домбыраның қағысын орындап отырып, мына жерде орындауы мүмкін, е? Кейін мына орындаған кезде ойналатын шекті қалдырамыз да, ойналмайтын шекті басып отырамыз. Яғни қолдың үйлесімділігі мынаны ұстап отырып. Ол қиын әрине бірден ұстап отырып, яғни көзбен жаттап аламыз мысалы. Жерде кішкене техникалық жағымен жаттығу ғана керек, басқа ондай бір қиындығы жоқ, жаттығу керек, дайындалу керек.
Негізгі оң қол және сол қолдың үйлесімділігі осындай. Келесі туындайтын қиындықтарымыздың бірі хроматикалық дыбыстарды алу. Өткендегі сабақтарда айтып кеткендей, бұл жерде ешқандай жаңалық жоқ қосатын. Яғни хроматикалық дыбыстарды біз не болмаса хроматикалық жетігеннің бұрауымен келтіріп арнайы жасап шығарамыз, не болмаса арнайы бұрау түрлерімен ондай жетігендер бар, қазір жасалынып жатқан. Егер болмаған жағдайда осы диатоникалық бұрауда кездейсоқ кезіккен диездер, бемольдар болсын, біз оны басу арқылы аламыз, амал жоқ. Басу арқылы орындаймыз. Фа болса фа диез, соль болса соль диез. Жаттығудың түрлері до, ре диез, ми. Бастысы таза алсаңыздар болды. Негізі осы. Енді мына жақтағы көне бұрауда да егер кезігіп жатса, хроматикалық андай дыбыстар ми болса, ми, фа басу арқылы, егер фа диез кезігіп жатса, онда сәл төменірек басасыздар. Си бемольді осылай аламыз. Ляны басу арқылы си бемоль аламыз, жарты тон ғана. Жалпы ережесі өте ондай қиындық жоқ, тек дайындалу керек. Дайындығы енді сәл қиындау енді о жағынан. Келесі қиындықтардың бірі енді көп жетігенде кейде шектің жетіспей жатады, мысалы. Содан кейін бұраудың түрлерін қалай бұраймыз деп жатады. Диатоникада енді додан доға дейін бұраймыз, яғни кілт арқылы, өздеріңізге белгілі, мынандай кілт арқылы болмаса, басқа да кілттің түрлері арқылы бұраймыз. Және өткенде сабақта айтып кеткендей, яғни тонды сәл алыстырақ тектпен жылжытып бұраймыз, яғни соль, ля, пол тон, яғни жарты тондарды өте жақын орналастырып, мына құлақ арқылы бұрап қоямыз. Фа диез болған кезде жылжыту арқыламызда жарты тонды негізі өте тиімді ансамбльмен ойнағанда қоя саласында, жарты тон болған кезде қоя саласында. Бұл енді бір әдіс тәсілдердің бірі. Яғни бұл бір әдістер тәсілдердің бірі. Ойнаған кезде жарты тон, пол тоннан құрап жаңағы шектерді орналастырамыз, тиектерді. Енді тағы да бір қиындық туындайтын мына көне бұрауда көбісі түсінбей жатады, стройдың бұраудың. Мына жерде негізі ре, до, соль, до, ми, соль, ля. Кейде лян мен сольді біз басқа шығарма ойнаған кезде мына жақта до, ре, ми, фа деп мына тиектерді алып қолдана береміз. Егер мына қажет болмаған кезде көне бұрауда. Әйтпесе қажет болғанда қайтадан орнына келтіреміз. Онда ол қарапайым не? Кейбірде ля шегі жетіспей жатады екен, кейбір жетігеншілерде. Онда енді әртүрлі мастерлермен жолығып, енді ол мәселені шешуге болады. Шек жалғаймыз ба мына жерде? Кейбіреуінде бар екен 20 шектік жетігендер. Сол жағынан қиындау дейді орындаған кезде шығармаларды.
Басқа қиындықтар енді тональс ауысқан кезде тональсті өзгертеміз. Фа диез, до диез, соль диез, о жағын енді тональс ауысқан кезде негізі 3-4 диезге дейін көбіне орындайды. 3-4 бемольға дейін. Енді 5 бемоль өте сирек кездеседі, оны транспозиция жасап өзіміздің тональсімізге ауыстырып орындай береміз. Енді кейбір күйлер бар, авторлық өздеріңіздің қалауыңызда болса, оны доның орнына кейде сиді төмен түсіріп орындаймыз. Мен Абайға тағзым деген күйін сөйтіп орындағам. Негізі сиға өзімнің қалауым бойынша түсіріп бола береді олай. Бірақ өте әдемі, сондай басқаша бір дыбыстар естіледі. Ол сол арнайы күйлерге переложение жасаған кезде орындаймын. Мына жерде сидің орнына си болады, мына жерде доның орнына ми қоямын, яғни басқа. Мына ренің орнына миға дейін апарам. Кейде маған бемольный керек болған кезде мен ми бемольді строен келтірем. Қазір көрсетіп берейін. Мына жерге ля бемоль строен келтіре салам. До минордың несі. Переложение жасаған кезде әркімнің өзінің фантазиясына қарай строен келтіре береді. Мысалы, мен бір әннің несін қалай айтсам екен, басындағы интродукциясын до минорда жасадым. Сіздермен бөлісе кетейін. Қысқаша ғана бір интродукция. Содан кейін до минорда көптеген әдем шығармалар ойнауға болады. Бұл жаңа авторлық күйім тарих шежіресі деген күй. Осы до минорда жаздым, арнайы осы. Мына жерде до минорға келтірем. Болмаса ми минорға да келтіріп жерем. Яғни бұнда шектеу жоқ. Тек қана до мажорға келтіру керек деген. До минорға келтіресіздер ма, ми минорға келтіресіздер ма, оны өздеріңіз білесіздер, иә? Сондықтан да көп айтып жатады, тек қана до мажор ойнау керек па деп. Жоқ, адамның өзінің ішкі несі бойынша, шығарманы лайықтауына бойынша өзгертуіне бола береді. Жалпы осындай қиындықтар кездеседі. Енді қандай да бір қиындықтар болса да оны шешуге болады. Мәселе ондай өте күрделі мәселе жоқ. Қатып қалған ешқандай заң жоқ, бірақ орындаушылық өнерде бір ұстанатын ережелерді егер ұстансаңыздар, темп жағынан болсын, саусақтың орналасу жағынан болсын, бағана жоғарыда айтылып өткендей. Онда кішкене орындаушылық өнерлеріңіз сапасы жағынан, кәсіби жағынан кішкене көтеріледі деген сенімдемін. Жалпы кішкене дайындалып, уақыт бөлу керек, және өз аспаптарыңызды жақсы көру керек. Шын ниетпен жұмыс жасап, қызығушылықпен дайындалсаңыздар, барлық қиыншылықтар болмайды деген ойдамын.